Сәлем, бүгін сіздермен Сара. Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын торттың рецептімен бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Тіпті миксерді де қажет етпейтін, жұмыртқа да қажет болмайтын бұл торт өте дәмді керемет болып шығады. Ендеше бірге жасайық. Тортымызды жасау үшін бізге алдымен осындай печеньелер керек болады. Қанша грамм печенье, қанша грамм зат қосатындарыңызды мен описание бөліміне жазып кететін боламын. Осылай печеньелерімізді жартылай үгітеміз, қатты езіп жібермейміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай күйде печеньелерімізді үгітіп алатын боламыз. Енді осылай отқа төзімді ыдысымыздың үстіне қантымыздың үстіне какаомызды салып, екеуін бірдей болғанша араластырып аламыз. Міне осылай екеуі бірдей болып араластырғаннан соң, үстіне сүтімізді құйып, қайта бір келкі түйіршіксіз болғанынша араластырып алатын боламыз. Міне осылай болып шығады. Енді орташа отқа қойып, қантымыз ергенше араластырып тұрамыз. Ескертетін бір жайт, үздіксіз араластырып тұруымыз қажет, немесе асты күйіп кетуі мүмкін. Осылай қантымыз ергеннен соң сары майымызды салып, сары майымыз ергенше ұстайтын боламыз. Міне сары майымыз еріді. Енді отты өшіріп, дәл осылай ыстық күйінде печеньеміздің үстіне құйып, бірдей масса болғанынша жақсылап лопаткамызбен араластырып аламыз. Достар, егер де менің видеоларым өз пайдасын тигізіп жатқан болса, мені қолдап отырыңыздар. Подписация батырмасын басып, комментария бөліміне өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Міне осылай толық араласып болған соң, ыдысымыздың үстіне пищевой пленканы төсеп, жақсылап араласқан массамызды осылай жайғастырып шығамыз. Бетін тегістеп, дәл осы видеода көрсетіліп тұрғандай теп-тегіс қылып массамызды орналастырамыз. Содан соң жарты сағатқа қалдырамыз. Енді шоколадымыз бен сары майымызды микроволновкада немесе су моншасында осылай ертіп алатын боламыз. Жарты сағатқа қалдырылған массамызды енді осылай үстіне шоколадымызды құйып, бетін сәндейміз. Егер де сіздер шоколад құйғыларыңыз келмесе, құймасаңыздар да болады, ол өз еріктеріңіз. Мен осылай шоколад құйып, немесе ақ шоколад құйсаңыздар да болады. Безек үшін бір печеньені езіп, дәл осылай шет-шетіне жағып қойдым. Бұл да өздеріңіздің қалауларыңыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің тортымыз дайын, жарты сағатта ғана дайын болатын осындай керемет торт болып шығады. Балаларыңызға күнде жасап берулеріңізге болады. Сіздермен болған Сара. Алда кездескенше, менде өте көп пайдалы рецепттер болады. Соңына дейін менімен бірге болып, маған қолдау көрсетіп отырыңыздар. Қазақша өте пайдалы каналымның дамуына өз үлесіңізді қосып, подписация батырмасын басуды ұмытпаңыз.